Түрксіб ауданы номері 31 жалпы білім беретін мектептің педагог-психологы Садық Назым Маратқызы. Менің әдістемелік авторлық бағдарламамның тақырыбы білім беру ұйымдарда буллингтің алдын алу. Яғни мақсаты оқушылардың бойындағы түрлі қасиеттер мен сезімдерді ертегі кейіпкерлері арқылы танып, өз ішкі әлемін түсінуге, өзін қабылдауға және мінезін реттеуге үйрету. Оқушылардың бойындағы мейірімділік, сыйластық, жанашырлық қасиеттерін дамыту. Буллингтің салдарын ұғындыру. Терапиялық ертегілердің авторы балалар психологы Ақгүл Амантайқызы. Ертегі 3 жастан бастап 12 жас аралығындағы балаларға арнап жазылған. Қазіргі қоғамда балаларда кездесуі мүмкін барлық тақырыптар ертегіде жинақталған. Яғни мен бірінші сыныптан бастап 4-ші сынып аралығындағы оқушыларға сауалнама толтырғыздым. Сауалнама 12 сұрақтан тұрады. Оқушылар еркін өз ойларымен сауалнамаға жауап берді. Сауалнамадан кейін сиқырлы айна жаттығуы. Бұл айна ерекше. Ол сенің сырт келбетіңді ғана емес, ішкі күйіңді көрсетеді. Қазір әрқайсысын көз алдыңа осы сиқырлы айнаны елестетіңдер. Онда не көріп тұрсыңдар? Бұл жерде баланың толық ашылуына, өзінің қазіргі қандай күйде тұрғанын бізге айтуына көмектеседі. Осы жаттығу арқылы әр баланың ішкі күйін түсінуге болады. Одан кейін ертегі терапиясы қосылады. Балаларға жағдай жасалынады. Әр бала өзі емін еркін аудио жазбадағы ертегіні тыңдайды. Ол ертегіде әртүрлі кейіпкерлер, әртүрлі көрініс көрінеді, яғни болады. Баланың эмоционалдық тұрғыда күнделікті қалай бір-бірін соғып өту, болмаса бірін кемсіту, мазақтау, бір-біріне қатыгездік таныту. Яғни сол ертегі терапия арқылы балаларды сезіндіру мақсатында терапиялық ертегілер тыңдалады. Ол тыңдалғаннан кейін балалар бір-бірімен пікір алмасып, яғни ол ертегіден қандай нәтиже алды. Яғни ол ертегіде не туралы айтылған, сол туралы балалар бір-бірімен пікір алмасады. Практикалық бөлімді қорытындылай келе, практикалық сабақтың нәтижесінен оқушылар не алады? Яғни өзін-өзі тану, балалардың ішкі күйлерін түсіну, жағымды жағымсыз сезімдерін ажыратуды үйренеді, эмоцияларын реттеуді үйренеді. Ертегілерде кейіпкер арқылы қорқыныштың, уайымның және одан шығу жолдарды үйренеді. Сіздерге өзімнің 4-ші А сыныбымен жүргізген оқушылардың видео жазбасын ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Қойшы, мен сендердің сыныптарыңа аптасына бір рет менің ішкі кейіпкерім атты тренинг сабақтарын жүргіздім. Сен қандай әсер алдың? Қандай қорытынды баға бересің? Маған бұл тренинг сабағы қатты ұнады. Мен онда достарымды ренжітпеу керек екенін білдім. Әрбір бала тұлға, олардың шекарасынан асып кетпеуіміз керек және ойланып сөйлеуіміз керек. Біз әркімге мейірімді болуымыз керек. Өйткені мейірімділік әлемді құтқарады.